Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының нақыл сөздері. Қазақтың данышпан ойшылы мен ақыны. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858-1931. Ақын, шежіреші, ағартушы, халық даналығын, діни және рухани құндылықтарды насихаттаған. Мәшһүр атақты, даңқты деген мағына береді. Адамның көркі білім, білімнің көркі ақыл. Түсіндірме, нағыз көрік сыртқы түрден емес, адамның ішкі дүниесінен басталады. Ғылым жарық, надандық қараңғылық. Түсіндірме, білім өмір жолындағы шырақ, ал білімсіздік адасу. Адамның ең асылы жүрегі, жүректің ең асылы иманы. Түсіндірме, адамның шынайы болмысы жүректегі сенімі мен адалдығы. Дүниеде екі нәрседен қорық, бірі Құдай, бірі өзіңнің ішіндегі нәпсі. Түсіндірме, нағыз дұшпан өз ішіндегі әлсіздік. Жалған сөз адамның иманын кетіреді. Түсіндірме, ақиқаттан ауытқыған әрбір сөз рухани құндылыққа қауіп.